Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді және де өте тез дайындалатын пайдалы пирог түрімен бөлісетін боламын. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецептер шығатын болады. Ол үшін мені қолдап, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, видеоны бірінші болып көретін боласыз. Ең алдымен ұнымызды алып, үстінен тоңазытқыштағы салқын сары майымызды өлшеп саламыз. Оны үкіштен өткізіп алатын боламыз. Сосын осылай қолымызбен одан сайын үгітіп, үстіне қантты саламыз. Сосын 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш салатын боламыз. Сосын араластыра жіберіп, үстінен 1 жұмыртқаны салып, 2 үлкен қасық, яғни 2 аз қасық қаймақ салатын боламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болып шығуы қажет. Дайын болған қамырды пакетке салып қойып қоямыз. Келесі біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен осылай қойылатылған осы сүттің тірі желание деп аталынатын түрін пайдаланамын. Өте сапалы және дәмді болып шығады. Келесі осындай кептірілген жидектерді және де миндаль, арахис, асқабақтан қостым. Келесі біз қамырына көшеміз. Осылай бір бөлігін аздау қылып, бір бөлігін үлкен қылып кесіп аламыз. Үлкен бөлігін табаға осылай қолымызбен жайып шықсаңыз болады. Ал кіші бөлігін өзіңізге ыңғайлап кесіп табаға орналастырып шықсаңыз болады. Дайын болған қамырға жаңағы турап алған сухофруктыларымыз бен дәнектерімізді салып шығамыз. Жақсылап орналастырамыз, біркелкі етіп. Үстінен қойылтылған сүтімізді саламыз. Сіздерге де осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Себебі өте дәмді және де тез дайындалады. Құрметті менің көрермендерім, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қоюларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта тек жақсы пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Әсел, каналымда көргеніме өте қуаныштымын.